Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Каналдың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта да басқа да банк жабу түрлері, немесе салаттар жасау, немесе тамақ пісіру әдістерімен бөлісетін боламын. Міне сіздерге бүгін 3 литрлік компотымды ашып, бүлдіргеннің компоты, содан сусынын ішіп, астындағы қоюын тосап жасап, сонымен бөліскім келіп отыр. Компоттың астындағы қоюын лақтырмай, сырап жасамай, тосап жасап беруге болады осылай. Міне, бірге бір қосасыздар. Міне, қантым 600 грамм болса, түбіндегі бүлдіргеннің қоюы, ол да 600 грамм. Осылай бір 5 минуттай қоямыз, қанты ерігенше. Міне газымызды жақтық. Отын қатты жақпаймыз, кішкене жағып, тосабымызды араластырып тұрамыз, жабысып қалмас үшін. Міне бір кішкене қайнатамыз, болды. Соның өзі жетіп жатыр. Уже бір 4-5 минутта жарайды осы вареньеміздің қайнағаны. Осы тосабымыз әзір уже біздің. Енді міне көрдіңіздер ғой қыздар, керемет уже түсі күшті бұны. Уже әзір болды, уже қарағанда білініп тұр, уже вареньеміз әзір. Немесе тосап дейміз. Бүлдіргеннің тосабы міне. Әзір болды, енді қазір ыдысқа құйып аламыз. Банкымызды жуып алдық чайный содамен. Міне сол 1,5 литрлік банка шықты варенье. Қыздар күшті түсі деген. Бүлдіргеннің тосабы өте керемет, тамаша. Міне 1,5 литрлік банка шықты бізде. Қалғанын міне ыдысқа өзіміз шайға түстеуге. Міне қыздар, көрдіңіздер ғой, компоттың қоюын лақтырмай осылай пайдаға асырыңыздар. 3 литрлік банка сусын ішеміз шөлдегенде, ал енді түбіндегі қоймалжының варенье тосап жасап беруге болады. Осы менің видеомен достарыңызбен, тума-туысқандарыңызбен бөлісіп отыруға болады. Көрдіңіздер ғой қыздар, компотты ашсаңыздар, шырынын шөлдегенде ішіп, шөл басады, ал енді қоюын варенье жасайсыздар. Сау болыңыздар.